Biden, he's terrible, worst president in our history. Trump is a threat to this nation. Maybe Donald Trump will go away. Maybe he will die. We're a second away. We're a centimeter away from half the problem being gone, and you man! Trump-mania! Trump down! Mr. President. Look at Joe Biden. You're fired. Get out of here. Байқадыңыздар ма? Ресей пропагандасы шындыққа айналып жатыр. Бұл пропаганда ақштағы болып жатқан түрлі оқиғалардан да миға қонымсыз көрінеді. Ал егер 3 жылдан соң біздің миымызға кіріп шықпаған оқиғалар орын алса ше, осы жайында өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, қазіргі сәтте бізге Жириновскийдің айтқан болжамы орындала ма, жоқ па, соны күту ғана қалды. 24 жылы Америкада сайлау болмайды. Өйткені ол уақытта Американың көзі жойылады. Демек, сайлауда болмайды. Мен 10 жыл бұрын ақшта тұрған кезімде америкалық телеарнадан халықтың сауалнамасын көрген едім. Сол кезде халықтың 35 қарулы төңкерісті қолдауға дайын болғаны есімде сақталып қалыпты. Ал қазіргі болып жатқан оқиғалар Америка қоғамындағы терең бытыраңқылықтың салдары болып табылады. Бұл дегеніміз болашақта ешқандай татулық болмайды деген сөз. Ендігі кезекте жалпылама не болып жатқанын еске алсақ. ақшта елеулі әлеуметтік экономикалық мәселелер бар. Жалпы ақш қарызы 35 триллион долларды құрайды, ал 76 табыс салығы бойынша жинақталған қаржы ақштың дамуына емес, несие бойынша төлемдерге кетіп жатыр. Сонда ақшқа тек 24 ғана қалады. Бірақ әр 3 айда американдықтардың қарызы 1 триллион долларға өсіп отыр. Сәйкесінше қарызға қызмет көрсетуге бағытталған салықтың үлесі де ұлғаюда. Осыдан шығаратын қорытынды ақштың ақшасы күннен күнге азаюда. Ақшаны басып шығару сияқты барлық проблемаларды шешудің қарапайым құралы бұл ретте іске аспайды. Көптеген елдер доллармен сауда жасаудан ақырындап бас тартып келеді. Сондықтан басып шығарылған доллар ақшқа қайтып оралып, инфляция тудыруда. Сондай-ақ ақшта барлық зат қымбаттау үстінде, ал онымен күресу бос әурешілік. Бұл әрине бағаның өсуіне, америкалықтардың өмір сүру деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Американдықтардың ең соңғы қаруы ол әрине армия. Сонымен қатар ақшта көптеген ақылды әрі талантты адамдар бар. Бірақ бүгінде бұл елде оңай ештеңе жоқ, әрі болашағы да бұлыңғыр. Сонымен бірінші топ әлемдік бопсалаушыларды жақтайды. Егер сіз біздің ережелерімізді пайдаланбасаңыздар, біз армияны қолданамыз. Біз құлағанымызбен қоймай, өзімізбен бірге сізді де ала кетеміз. Көбісі әлі сене бермей. Бірақ әлем ядролық соғысқа жақындап қалды. Екінші топ ақштың қаржы бағамының тұрақты деңгейге дейін түсуін қолдайтындар. Дегенмен де ақш күш жинап әлемдік көшбасшылық үшін және ішкі саясат пен экономиканы қайта құру үшін күреске әлі талай оралады. Бірақ алдағы 10-20 жылда ақштың өмір сүру деңгейі өте нашар болатынын бәрі түсінуде. Бірінші топ кез келген жағдайда жаһандық бақылаудың сақталғанын қалайтын болса, екіншісі қайта құрылуды қалайды. Алайда осы екі топтың ортақ тұстары да бар. Аталмыш екі топқа да ең тиімді жері ол Еуропадағы қақтығыс. Бүгінгі таңда Еуропадағы соғыстың басты құрбандары Украинада Ресей емес, Еуропалық одақ болып табылады. Өз экономикасын сақтау үшін ақшқа Еуропалық одақтың орта таптарын қысымға алған тиімді. Ресейде орта тап өкілдері аз, сол үшін де олар Қытай мен Еуропалық одақты таңдап отыр. Қытай егеменді ел, ал Еуропа үшін қиын болып қала бермек. Сондықтан да Ұлыбритания ол жақтан алдын ала шығып, ЕОның арзан ресурстарын тоқтатып, экоактивистер мен адам құқықтарын қорғаушыларға дейін барлық күш-жігерін Еуропа өнеркәсібін нашарлатуға және өндірісті Құрама Штаттарға ауыстыруға жұмсады. Бұл топтардың тек эскалация дәрежесіне қатысты көзқарастары әртүрлі. Біреулері соғысқа тікелей қатысуға дайын, ал басқалары дайын емес. Біраз пікірталастан кейін ақшты қайта құруды жақтайтын топ көш бастап алдыға шықты. Бәрі бірден Трампты болашақ президент ретінде қабылдай бастайды. Содан кейін біз Трампқа қастандық жасалғанына куә боламыз. Трамп бір өлімнен аман қалды. Кейіннен Байден президенттік жарысты жалғастыратынын айтады. Сосын күтпеген жерден Байден сайлаудан бас тартты деген хабар келді. Байденнің қолтаңбасы қойылған мәлімдемені біреудің қолдан жасағаны туралы да қауесет тарай бастайды. Сөйтіп ақш Байденнің тірі екенін бізге көрсетіңдер деп талап етеді.
Осы жанжалдан кейін Байден көпшілік алдына шығады. Өзіңіз ойлап қараңызшы, ақш-та президентті жасыру ол мүмкін емес нәрсе ғой. My leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing. Енді жаһандық көшбасшылықты барынша сақтап қалу үшін демократиялық топтан кандидат Камала Харрис болуы мүмкін. This is Trump. And in every possible way, this is the anti-Trump. So if that's what you're looking for in your next president, there's really only one. Kamala. Камала Харристі өкілдер палатасының экс-спикері Нэнси Пелоси мен Клинтон қолдады. Әрине, Трамп үшін бұл жақсы мүмкіндік. Өйткені Харриста Байден сияқты тәжірибесі, Трамп секілді харизмасы жоқ. Оның барлық рейтингі демократиялық партияның және Трамптың антирейтингі ғана. Алайда қазіргі таңда олардың рейтингтері шамамен бірдей. Сол үшін алда үлкен тосынсыйлар болуы ықтимал. Ал Украинаға келетін болсақ, Трамп жеңген жағдайда Украинаны бірден жоқ қылып жіберуі мүмкін. Зеленскийдің осы нәрседен қауіптенуі де бекер емес. Бірақ соған қарамастан Зеленский Трамппен телефон арқылы сөйлесіп, өзінің адалдығын білдірді. Бір шетінен, естуім бойынша менің оларға келуім Зеленскийдің ұжымын қатты қорқытса керек. Енді батыс аудиториясы Украинадан келетін балама ақпаратты көріп отыр. Зеленский қаржыландырған блогерлер бот арқылы шамамен 500,000 дана жалған аккаунт құрып, украиндердің бәрі соңына дейін соғысуды жоспарлайды деп жалған ақпарат туғызуда. Бірақ бұл нәрсе мені онша алаңдатпайды. Осы соғыстың басында сау кеңселерде күзетпен отыратын ер адамдар қираған зәулім ғимараттың суреттерін жариялап, миллиардтаған ақша сұрай алған. Ал бүгінде батыс аудиториясы Зеленскийдің бейбітшілікке аса ұмтылмайтынын түсінді. Бәрі елдегі жемқорлықтың бәрін көріп отыр. Шындықты айтар болсақ, көбісі Зеленскийге ашулы. Зеленскийдің пропагандасы батыс аудиториясына қаншалықты көп қысым көрсетсе, оның кері реакциясы соғұрлым күшті болады. Жоғарыда айтылғандардың барлығынан бір түсінеріміз, соғысты тоқтату ешкімнің ойында жоқ. Әлемді қаржы жүйесі алдағы 10 жылдықта қатты құлдырауы мүмкін. Айтпақшы, көптеген сарапшылар долларды сатып, БРИКС секілді оның орнына алтын сатып алуға кеңес беруде. Ал сіз 3 жылдан кейін әлем өзіңіз ойлағандай болатынына сенімсіз бе? Осы туралы өз пікіріңізді астына жазуды ұмытпаңыз.